Ильяс Жансүгіров. Бақытты жаман, шын бақыттың жолында құрбан болған тағдырдың хикаясы. Түннің тыныштығын бұзып жолаушы келе жатты. Ол шаршаған. Бірақ қазақ, өзіміздің қазақ. аузынан сөз түспей алақ-жұлақ етеді. Алдында тұрған адамның қазақ екендігіне неге таңданды? Өтеген не үшін мұнда келді? Не үшін ол өзінің туған жерін тастады? Не үшін тыныс тұрмысын бұзды? Жамал, қазақ даласының көрікті аруы. Оның жүрегі еркіндікті, шынайы махаббатты аңсайды. Бірақ тағдыр оны басқаша сынамақ. Туған жердің төсінде еркін жүрген Жамал енді бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жамал бақытты болуды армандайды, бірақ өмір оған басқа тағдыр сыйлайды. Ол ауыр тұрмыстың тұтқаны. Көзінің жасын ішіне жұтып тағдырына мойынсынудан басқа амалы қалды ма? Ол өз тағдырына қарсы тұра ала ма? Жамал ес білгелі тар шеңберден шыққысы келеді. Қыз тағдыры неге әрқашан өзгелердің қолында? Бұл бақытымды сүймегенде мен кімді сүйем? Менің тарыққанды тауып алған зарыққанда көргенім емес пе? Маған бұдан артық кім керек? Байды керек қылам ба? Менің бақытым осы емес пе? Махаббат бостандық па, әлде шыншыр? Тағдырға қарсы тұру мүмкін бе? Күрес, үміт, қайғы. Бақыт таңдау, еркіндік құрбандық. Жамалдың таңдауы мен тағдыры қандай болды? Бақытты Жамал, қазақ